Біздегі дәл осы без рычаг жүретін тест раскаткаға бүгін сіздерге видео инструкция көрсететін боламыз. Бұл бізде без рычаг жүреді біріншіден, және де бұның да көлемі жағынан 3 түрге бөлінеді. Яғни дәл қазір көріп тұрғандарыңыз 20 см және де 22-24 болып. Біздегі дәл осы без рычаг жүргеннен кейін қыздар, сіздер әр нанды өткізген сайын регулировка жасау арқылы, яғни дәл осы болттарды ішке қарай бұрап және де шығарып отырасыздар. Дәл осы без рычаг тест раскаткаға қалай нанды жаямыз толықтай көрсетіп беретін боламыз өздеріңізге. Енді бұл жерде қолдану өте оңай, тек қана бір кнопкамен жұмыс жасайсыздар. Қараңыздар, мынаны бұраған кезде бұл қай уақыттан бастап қысып бастайды. Бұны ең соңына қарай апарасыз, уже өзіңізге қарай көрінеді қалай қысылып жатқанша. Жаңағы бірінші тесттан өткізіп алдық қой біз. Енді осы қамырды не істейсіз? Сіз ары қарай, мысалға мантыға, етке қарай созу керек. Ал қамырыңызды созу бір тегіс түсіру үшін сіз дәл осы екі болтты регулировка жасау арқылы қысып аласыз. Дәл осы тест раскатканың насадкасы болады. Жалпы бұл насадка бізде екі түрлі қамыр кесіп береді. Біріншісі бұл 3 мм-дегі жұқа кеспе болса, ал екіншісі 9 мм-дағы паста қамырды кесуге көмектеседі. Бізде дәл осы насадка алынып салынады, яғни киілуі өте оңай. Енді сіздерге дәл осы жаңа жайған қамырдан бірінші кеспе кесіп көрсететін боламыз. Сізге дәл осындай 3 мм-дегі кәдімгі сорпаға салатын кеспені кесіп берді. Енді мына жерде бізде насадканың регулировкасын жасау арқылы, дәл осылай сыртқа қарай бұрау арқылы біз паста кесетін боламыз. Енді сіздерге дәл қазір паста кесіп көрсететін боламыз. Міне дәл осындай екі түрлі қамыр, яғни біріншісі паста, екіншісі лапша қамырды кесуге көмектесетін болады. Қараңыздар, қыздар, бізде дәл осы тест раскатканда лотогы болады, яғни моторды ұннан, наннан сақтау үшін дәл осылай құрт қойсаңыздар да болады.